Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен 81-86 нұсқаны талдауды жалғастырамыз. Яғни біз көп жауапты нұсқаларды талдаймыз. Яғни 30-шы сұрақ. Олай болса, сұрақты тыңдайық. Каспий теңізінің шығанақтары. Каспий дүние жүзіндегі ең үлкен көл екенін білеміз. Және оның көп бөлігі Қазақстан территориясымен шайылып жатыр. Енді біз сіздермен дистракторларды оқиық, сосын шығанақ бұғаздың не екенін айтамыз. Маңғыстау, Барсакелмес, Көкарал, Түпқараған, Қазақ, Возрождение. Міне, бізге осындай нұсқалар беріліп тұр. Олай болатын болса, түбек дегеніміз не еді? Түбек дегеніміз құрлықтың суына тұрған бөлігі. Ал шығанақ керісінше судың құрлыққа соғына тұрған бөлігі. Олай болатын болса, бізге Каспий теңізінің несі керек болып тұр? Сұрақта Каспий теңізінің шығанақтары дейді. Есімізге сақтап аламыз. Олар жалпы Бозашы және Түпқараған деген ол түбектері екен. Ал шығанақтары ол Маңғыстау және Қазақ деген шығанақтары бар екен. Балалар, ұмытпаймыз, екі атауды жақсылап есімізге сақтап аламыз. Бұл екеуі Каспий теңізінің шығанақтары екен. Сұрақты ары қарай жалғастырайық. 31-ші сұрақта былай дейді. Бізге бұл жерде саяси картаны көз алдымызға елестетуіміз керек. Жағалауын тынық мұхиты шайып жатқан ел немесе елдер. Мен елдерді оқиын, ол елдер қай жерде орналасқанын білейік. Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор дейді. Сонымен бірінші біз бұл мұхиттар, елдер қай мұхиттың суымен шайылады, соны қарастырайық. Жалпы Боливия және Парагвай оңтүстік Америкадағы теңізге шыға алмайтын елдер екен. Жазып алсаңыздар болады. Яғни Боливия мен Парагвай теңізге шыға алмайды. Мен былай жазайын, шыға алмайды. Ал оңтүстік Америкадағы Бразилия, ол үлкен мемлекет, ол Атлант мұхитымен шайылып жатыр. Олай болатын болса, біздің жауап Колумбия, Перу және Эквадор екен. Сонымен біз тынық мұхитын шайып жатқан оңтүстік Америка елдерін білдік. Өте жақсы. Сонымен келесі сұрақ, 32-ші сұрақ. Бұл жерде қазақ диаспорасы ең көп мекендейтін ел дейді. Балалар, диаспора дегеніміз не еді? Өзге ұлт өкілінің өз елден тысқары жердегі қоныс тебуі, тобы деп те айтсақ болады. Сонымен ең үлкен қазақ диаспорасы қай мемлекетте? Жауаптарды оқиын, былай дейді бізде. Корея, Жапония, Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия, Қытай. Әрине, бұл жерде жауап Өзбекстан мемлекет екен. Қазақстанда ең үлкен диаспорасы ол орыс ұлты екен. Сонымен бізде 32-ші сұрақтың жауабы Өзбекстан. Статистикаларда 1.556.000.000-нан астам қазақ Өзбекстанда тұрады деген ақпараттар бар. Сонымен келесі сұрағымыз біздің 33-ші сұрақ. Осы жерде көбірек балалар мұқият тыңдаймыз. Былай дейді. Солтүстік қазақ жазығы шектесетін физгеографиялық аймақ. Сонымен жалпы физгеографиялық аймақтарды біз Қазақстанның 9-ға бөлеміз. Мен оларды жіктеп жатпайын деп ойлаймын. Олардың саны неше? 9. Атап өтейік, есімізге түсірейік картаны. Шығыс Европа жазығы, солтүстік қазақ жазығы, Туран жазығы, яғни 3 жазық. Орал тауы, Сарыарқа 2 аласа тау, Алтай тауы, Жетісу алатауы, Сауыр Тарбағатай және Тянь-Шань тауы 4 биік тау екен. Яғни біз 9 физгеографиялық аймақты атап шықтық. Енді сұрақ. Солтүстік қазақ жазығы қандай физгеографиялық аймақпен
шектеседі дейді. Жауаптар: Сарыарқа, Тянь-Шань, Орал тауы, Шығыс Европа жазығы, Туран жазығы, бетпақ дала. Сонымен қайсымен шектесуі мүмкін? Ол солтүстік қазақ жазығы әрине Қазақстанның солтүстігінде орналасқан. Ол оңтүстігінде Сарыарқамен шектесіп жатыр. Сарыарқаны балар екінші жер бедеріне байланысты атауы қазақтың ұсақ шоқысы деп айтады. Есімізге сақтап аламыз, кей жауап варианттарда ол осылай береді. Екіншісі, ол Қазақстан жерінде Мұғалжар деп аталады. Дүние жүзіндегі ең ескі тау Орал тауымен шектеседі екен. Сонымен жауап Сарыарқа, солтүстік қазақ жазығы Сарыарқа және Орал тауымен шектесіп жатыр екен. Өте жақсы. Келесі сұрағымыз біздің. Мұқият тыңдаймыз. Токайда мегалополисінің құрамына кіретін қалалар дейді. Жалпы мегаполис деген ол үлкен, өзінің айналасындағы агломерациялардың барын қосқан халық саны өте көп жіктеуді айтамыз. Енді дүние жүзіндегі ең ірі мегаполисте Токайда. Токайдаға қандай қалалар кіреді екен? Сонымен біз оны да тауып алайық. Жауапта Йокогама, Саппоро, Хитати, Токио, Ямагата, Осака деп береді. Варианттардың ішінде. Енді Токайдаға қандай өзі ірі 4 қаладан тұратын дүние жүзіндегі ең ірі мегаполис екен. Мен сол 4-еуін сіздерге жіктеп берейін. Ол Нагоя, Токио, Йокогама және Осака. Міне, осы 4 қала ірі Токайда мегаполисін құрайды екен. Ұмытпаймыз, біздің вариантта Токио, Йокогама және Осака болды. Өте жақсы. Сонымен соңғы сұрағымыз біздің 35-ші сұрақ. Ол толық циклді металлургияның өнімі дейді. Балалар, Қазақстанда толық циклді металлургия комбинаты Теміртау қаласында орналасқан. Англияның ArcelorMittal Теміртау деген компаниясы басқаратын Қарағанды толық циклді металлургия комбинаты деп аталады. Ол шойынның 100%-ын, болаттың 95%-ын және прокат өндіреді. Неге толық циклді? Өйткені ол бірнеше өнімді бір комбинат шығарып жатыр, және бұл ТМД-дағы ең үлкен комбинаттардың бірі деп айтуға болады. Сонымен дистракторлар: болат, прокат, ферроқорытпа, феррохром, шойын, жез. Әрине, жаңа мен айтқан 3 өнімді шығарады екен. Болат, шойын, прокат. Қай жерде орналасқан? Әрине, Теміртау қаласында орналасқан. Сонымен балалар, біз сіздермен бір нұсқаны толық талдап болдық. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетесіздер деп ойлаймын. Бәрі түсінікті. Олай болатын болса, келесі кездескенше сау болыңыздар.